Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін бізде 6-шы сабақ. Сегодня у нас 6-й урок по казахскому языку. Сабақтың тақырыбы, тема нашего урока «Суда жүзіп үйренемін». Научусь плавать в воде. Сабақтың мақсаты таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Жаңа сөздер, новые слова, жүзу, плавать, үйрену, научиться, жаттықтырушы, тренер, лас, грязный. Тағы да қайталаймыз. Повторите еще раз. Ребята, посмотрите на картинку, что он делает. Он плавает, да? Плавать, жүзу, ол жүзіп жатыр. Вторая картинка. Үйрену, научиться. Келесі суретте не көріп тұрмыз? Это кто? Бұл кім бізде, балалар? Бұл жаттықтырушы, тренер. А здесь что увидите, ребята? Мұнда не көріп тұрсыңдар, балалар? Здесь вода чистая или грязная? Правильно. Ласу, грязная вода. Тыңдалым. Тыңда, қайтала, оқы. Прослушай, прочитай, повтори. Мен бассейнге барамын. Я пойду в бассейн. Бассейннің суы жылы, таза. Вода в бассейне теплая, чистая. Балалар суда жақсы жүзеді. Дети хорошо плавают в воде. Мен жүзіп үйренемін. Я учусь плавать. Апай маған суда жүзуді үйретеді. Тренер учит меня плавать в воде. Бірінші тапсырма, первое задание. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Нужно вместо картинок поставить слова. Мен барамын, бармаймын. Я пойду, либо не пойду. Судың түрлері. Су қандай болады? Таза, лас, суық, жылы. Какая бывает вода? Чистая, грязная, холодная, теплая. Екінші тапсырма, второе задание. Берілген сұрақтарға я, не, жоқ деп жауап бер. Ответь на вопросы да или нет. Сен бассейнге барасың ба? Ты пойдешь в бассейн? Сен суда жүзесің бе? Ты плаваешь в воде? Бассейннің суы жылы ма? В бассейне вода теплая? Бассейннің суы таза ма? В бассейне вода чистая? Жаттайық. Выучите наизусть, ребята. Ауламызда бала көп. Демалуға шама жоқ. Терлеп, тепшіп сүрініп, қуалаймыз ала доп. Сау болыңдар, балалар. До свидания, дети.